Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү жаратылыштын сабагынын такырыбы аба неден куралады. Максаты абанын курамын сипаттоо, абанын жануун колдойтун касиетин сипаттоо және багалоо критерийлер. Абанын курамы тууралуу билесиңдер. Эndi жұмбақ жасырайын сендерге. Барма, жоқ па, оны анық білмейсің. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Ол не? Енді жұмбақта ойланып табайық. Оның бар жоғымыз білмейміз. Ол жоқ болса, біз ешқандай да өмір сүре алмаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Ауа дегеніміз мөлдір, түссіз, көзімізге яғни көрінбейтін. Енді мына екі ғаламшардың суретін салыстырып көрейікші. Ғаламшарлар неге әртүрлі деп ойлайсыздар? Жер бетінде неліктен тіршілік бар деп ойлайсыңдар? Балалардың қайсы Марсқа ұшуға дайын деп ойлайсыңдар? Өз ойларыңды түсіндіріп кетсеңдер. Жер бетінде тіршілік бар бұл жерде. Және де бұл ұшуға дайын тұрған бала міне, ол өзінің арнайы киімін киген. Енді жер дегеніміз ол тіршілік бар жалғыз ғана планета. Ауа дегеніміз барлық тіршілік дүниесінің тыныс алатын нәрсесі. Яғни барлығымыз ауасыз өмір сүре алмаймыз. Ауамен тыныс алып жүреміз. Жануарлар да, өсімдіктер де, адамдар да ауамен тыныс алады. Яғни онсыз бәрінің тіршілігі болмайды. Ауа кеңістігі бүкіл жер бетін алып жатыр. Ауа бізді қоршап тұрады. Ауаны барлық заттың құрамынан табамыз. Осы жер шарын тегіс қоршайтын ауа қабатын атмосфера деп атаймыз. Енді ауаның құрамына тоқталатын болсақ, ауа азот, оттек және көмірқышқыл газы және басқа да газдардан тұрады. Ауа құрамында басқаларға қарағанда азот көп, яғни 78%-ын азот құрайды. Ол кез келген ағзаның тіршілігі үшін қажет. Ауа құрамында ең маңызды газ ол оттек, ол тірі ағзалардың тыныс алуына қажет. Ауа құрамының аз бөлігін көмірқышқыл газы құрайды, яғни 1%-ын, оттек 21%-ын құрайды. Ауа құрамының аз бөлігін көмірқышқыл газы 1%-ын ғана құрайды. Оны адамдар, жануарлар, өсімдіктер бөліп шығарады. Сондай-ақ ауада басқа да газдар, шаң тозаңдары мен су булары болады. Ауадағы газдардың мөлшері өзгеруі мүмкін. Ірі фабрика, зауыт, автокөліктер ауаға көп мөлшерде көмірқышқыл газын шығарады. Яғни фотосинтез үдерісі нәтижесінде өсімдіктер ауадағы оттек қорын толықтырып отырады. Түсіндіңіздер ме, балалар, сонда? Яғни күнделікті біздегі автокөліктерден көмірқышқыл газы шығып тұрады. Егер де өсімдіктер азайып кететін болса, біздің адамдардың тыныс алуы қиындайды. Себебі оны өсімдіктер фотосинтез үдерісін өттік алдыңғы сабақтарымызда. Көмірқышқыл газын өздеріне тартып алып тұрады да, оттекті шығарады деді. Міне осы оттекпен біздер тыныс аламыз. Енді мына суретпен жұмысқа қарайықшы. Суретшінің қай жерде қате жібергенін анықтайық. От қай кезде жанады, қай кезде жанбайды. Тынық ауа кезінде от жана алады, міне барлық суреттен. Ал егерде ол жаңбыр жауып тұратын болса, ол от жанбайды, сөніп қалады судың әсерінен. Енді оқушылар, естеріңізге сақтап жүріңіздер, отпен ойнау өте қауіпті, өрт шығуы мүмкін. Ауа азот, оттек, көмірқышқыл газы және басқа газдардан құралатынын білдік біздер бүгінгі сабақта. Енді ауа отты өршітеді. Өртті сөндіру үшін ауа жібермей, жолын жабу керек. Енді өрт қауіпсіздігінің 9 ережесіне тоқталайын. Бірінші, электр құрылғылары мен сымдарын ешқашанда су қолмен ұстауға болмайды. Розеткамен ойнамаймыз, оған басқа бөтен нәрселер тығуға болмайды. Электр құрылғыларының шнурын тартып алуға болмайды. Тоқ соғуы мүмкін. Сондықтан абайлап басынан ұстап ажыратып аламыз. Үйден шығарда жарықтың сөндіріп, электр құрылғыларын өшіріп жүруіміз қажет. Сіріңкемен,
майшам және шақпақ оттықпен ойнауға болмайды. Өрт шығуы мүмкін. Жанып тұрған плитаны қараусыз қалдыруға болмайды. Яғни газ плитасын қосып кетуімізге болмайды. Үстінде тамағы болса, ол не істейді? Таусылып қалып, ары қарай өртеніп кетеді. Сондықтан қауіпсіздік ережесіне өте мұқият болуымыз қажет. Ашық үзіліп тұрған сымдарға жақындауға болмайды. Бұл жерден тоқ соғады. Және де жаңа жыл мерекелер кезінде білесіздер, отшашу жасайсыздар. Отшашу жасап, түрлі осындай қызықты заттарды қолданады. Яғни ата-анасыз, үлкендердің бақылауынсыз қолдануға болмайды. Өте қауіпті. Қолдарына, көздеріне тиіп кетіп жатады осы балалардың қараусыз қалып. Енді өрт жағдайында сіздер 112-ге қоңырау шаласыздар. Енді оқушылар, ауа не үшін қажет? Яғни осы не үшін қажет? Біріншіден, екіншіден деп сіздер өздеріңіздің ойларыңызды ашық, анық қылып жазыңыздар. Қорытынды, бүгінгі оқушылар бүгін ауаның неден құралатыны туралы сіздер білдіңіздер. Енді үйге тапсырма оқулықтағы 72-73 беттерді келесі сабаққа оқып келесіздер. Жақсы, сау